баршаңызға. Сіздің логопедіңіз Дариға Рымғабылқызы. Бүгін сіздермен үй жағдайында Р дыбысын қоятын боламыз. Ол үшін бізге мақталы таяқшаның көмегі керек. Және де қасықтың орнына қарандаш немесе зондозаменительді пайдалануға болады. Бірінші не істейміз? Біз баладан ожау жаттығын жасауды сұраймыз. Яғни тілді шығарып, көтеретін боламыз, шұңқырлап. Енді осы ожау жаттығын біз таңдайымызға көтеру керекпіз, тигізуіміз тиіс. Енді баладан Д дыбысын айтуын өтінеміз. Д. Таяқшамызбен біз көмектесетін боламыз. Енді қатты үрлеуін сұраймыз. Яғни бала тілдің ұшын үрлеуі тиіс. Р дыбысы шықты. Енді екінші тәсіл, бұл бізде кәдімгі қарандашпен немесе мынандай зондозаменительмен жасауға болады. Яғни балаға дәл жаңағыдай ожау жаттығуын жасатып, тілін көтеруін сұраймыз. Енді Д дыбысын айтуын өтінеміз. Д, яғни біз мынаны қозғау арқылы Р дыбысын шығардық. Дәл осылай кәдімгі өзіміздің қолмен де еш нәрсе болмаса да, қолыңыз таза болса, қолмен де қоюға болады. Яғни жаңағы жаттығуымызды қайталаймыз. Енді Р дыбысы шықты. Мінекей түрлі тәсілдер арқылы Р дыбысын қоюға болады. Менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен көптеген лайфхактармен бөлісетін боламын.